Жақсы, ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Қалайсыздар, амансыздар ма? Жалпы осы уақытқа дейін есептеп келсек 99-шы сабағым екен. Алла қаласа, осыдан кейін 100-ші сабақ түсіруге ниеттіміз, иә. Жақсы достар, сіздерге бір өтініш. Достарыңызға, ұбт-ға дайындалып жүрген қандай тағы да бір туысқандарыңыз болсын, сыныптастарыңыз болсын, видео сабақтар жіберіп қойыңыздар. Барынша көбірек қаралым жинауға тырысайық. Дәл солай рекомендация шығуға тырысайық. Себебі еңбек міндетті түрде көріну керек, ақталу керек. Тіпті ақталмаса да ешқандай реніш жоқ. Бірақ яғни істеп жатқан еңбегіңіздің көпке пайдалы болуы ол маған бір қуаныш та. Жақсы. Маңызды емес қанша просмотр болуы, бір адамға да пайдам тисе, ол бастысы менің мақсатымның орындалғаны, ол сол маған жеткілікті, иә. Кеттік. 19-шы сұрақ. Қырғыз, қазақ немесе қырғыз қайсақ ордалар мен далалардың сипаттамасы еңбегінің авторы. Негізі қазақ деген сөздің кейбір деректерде сақ деген сөзден шыққанда туралы айтады, яғни қайсақ дегенде сол мағынада келеді, яғни қырғыз қазақ деген секілді болып, иә. Жақсы достар, қазір былай жасайық. Осы жерде тұрған 5 орыс ғалымын, яғни Ремезов, Левшин, Северцев, Мушкетов, Семенов бесеуінде қандай еңбектері бар, енді Қазақстан туралы. Ұбт-та өте көп келеді, мысалы Мушкетовтың еңбегі болсын, немесе осындай Түркістан еңбегінің авторы деп келеді, мысалы ретінде. Дәл осылай қалған бесеуінде талдайтын боламыз. Кеттік. Бірінші, мына осы сұрақтың жауабын тауып кетейік. Қырғыз қазақ немесе қырғыз қайсақ ордалардың далалардың сипаттамасы еңбегінің авторы ол бізде көріп тұрғандарыңыздай Левшин. Яғни ол 1832 жылы жарық көрген еңбегі, яғни осы қазақ жері туралы жазған екен, иә. Осы қазақ жерінің атауы туралы алғашқы бөлімде атауы туралы келтірген. Тіпті не үшін қазақ деп бөліп, яғни қырғыз, оның алдына қырғыз, одан кейін қазақ деп қою себебін түсіндірген. Себебі ол уақытта кеңес социалистік республикасы кезінде, КСР-ның уақытында казактар дейтін екінші бір болды, иә. Казактар ол қазақтар емес, казактар, яғни осылардан айыру мақсатында бөліп көрсеткен дейді, немесе тіпті кейбір деректерде татар қазақтар деген секілді. Жақсы. Сұрағымыздың жауабы сонымен В жауабы болды, иә. Кеттік. Одан кейін ең біріншісі Семен Ремезов, яғни Ресей географы. Оның ең танымал кітабы Сібірдің сызба кітабы, яғни еңбегі. Бұл бізде атлас, иә. Яғни аты айтып тұр, иә. Тобыл қаласынан тұрып, Сібірдің картасын жасап, тарихын жазған, яғни 23 картада тұратын орыстың тұңғыш географиялық атласын жасаушы ретінде белгіледі. Алғашқы орыс атласын жасаушы кім екен? Семен Ремезов екен, иә. Жалпы түсінікті. Қай жылдар аралығында? 1690-1701, демек 18-ші ғасырларда. Жақсы. Жалпы бұл жерде енді қазақ жерлерді белгіленген. Сол үшін біздер қазақ географиясын оқыған кезде, Қазақстандағы географияның даму тарихын оқыған кезде Ремезовті өтетіміз. Яғни бұл не үшін? Сол мына Қазақстан солтүстік жерлерін, Тобыл аумақтарын бейнелеген үшін. Кеттік. Одан кейін енді жауаптың сызып берейік, сонда да. Левшин, Алексей Ираклович Левшин. Яғни ол Ресей тарихшысы. Жаңа айтып кеттік қой, негізі зерттеген тіпті сақтар деген оның өзі тарих қой енді. Ресей тарихшысы, түркітанушы. 1845 жылы Ресей география қоғамының негізін қалаушылардың бірі. Жалпы түсінікті, иә. 1873 жылға дейін сол қоғам төрағасы көмекшісі қызметін атқарған, яғни сондай қызметте болған. Қазақтар жөніндегі алғашқы монографиялық еңбек жазған. Айтпақшы, бұл алғашқы монографиялық еңбек. Көріп тұрғандарыңыздар, міне. Мана оқыған болатынмын. Алғашқы міне кітап қазақтар жөніндегі алғашқы монографиялық еңбек. Көрдіңіздер, иә? Яғни жеке зерттелген. Жақсы. Одан кейін жалпы енді бізге бастысы өмірбаян емес, мана қандай еңбектері бар, соған тоқталып кетейік, сол жеткілікті болады. Ары қарай жалғастырамыз. Міне еңбектері қырғыз қазақ немесе қырғыз қайсақ даласының сипаттамасы, мана айтып кеткеніміз, бұл Левшин қазақ деген атау ғылыми аттан беруге тырысқан, мана түсіндіріп кеттім, иә. Және 19 ғасырдың басына дейінгі Орынбор әкімшілігі орыстармен арада сауда, ресми саяси қарым-қатынасты зерттеп келтірген. Жалпы енді Орал қазақтарының тарихы статистикалық сипаттамасын берген. Жалпы қазақ халқының аты жөні, оның нағыз немесе жабайы қырғыздардың айырмашылықтары туралы, татарлардың ежелгі қаласы сарайшық туралы хабарлар келтірілген екен. Жақсы, иә. Ол бізде жауап. Одан кейін Николай Алексеевич Северцев. Жалпы ол да Ресейдің ғалымы, зоогеографы, яғни
жануарларды зерттеуші және саяхаттаушы. Енді бұл кісінің қандай еңбегі бізге танымал. Жалпы Арал Каспий атыраптарын зерттеген, көріп тұрсыздар. Жалпы одан бөлек Түркістанның жануарлардың таулы және жазық өңірлерде таралуы деген еңбегі бар. Яғни Түркістан аумағын зерттеген, яғни ол жердегі жануарларды зерттеген ғалым ретінде қарастырамыз. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Одан кейін Мушкетов те өте көп келеді. Иван Васильевич Мушкетов, яғни 1850 жылы 9 қаңтарда Ресейден дүниеге келген. Бұл да орыс ғалымы. Жалпы Түркістан өлкесінің алғашқы зерттеушілердің бірі бұл кісі де. Бұл геолог. Геолог деген кім? Ол бізде мына жердің астыңғы бөлігі, яғни геология дегеніміз жердің ішкі бөлігін зерттейтін ғалым, бір сөзбен айтқан кезде мына сейсмикалық процесстер болсын, тектоникалық қозғалыстар болсын, геологиядан шыққан алғашқы бөліктері ғой. Одан кейін Тянь-Шань аймағын зерттеген, Памир Алтай тауларын зерттеген, Жетісу алатауын зерттеген, Батыс Қазақстанда зерттеген. Жалпы ең танымалы 2 томдық Түркістан деп аталатын еңбегі дейді. Көріп тұрсыздар, Мана айттым ғой, ұбт-та бір кездер осындай сұрақ болды. Түркістан еңбегінің авторы ол бізде Мушкетов. Одан кейін мына сұрақта болды. 1887 жылы Верныйға келіп, жер сілкіну себептері мен зардаптарын анықтаған ғалым дегенде сұрақ болды, қателеспесем, иә. Онда дұрыс жауабы бізде Мушкетов болады. Жақсы. Бұдан кейін Мушкетовтың құрметіне Сібірдегі тау Тянь-Шаньдағы мұздық аталған дейді, атауын берген екен. Соңғы бізде Семенов Тянь-Шаньский, енді атайтып тұр, Петр Петрович Семенов Тянь-Шаньский. Семен Тянь-Шаньский, яғни 1906 жылға дейін Семенов деп аталып келген орыс географы, Ресей географы, статист, қоғам және мемлекеттік қайраткері дейді. Негізі қарайтын болсаңыздар, мына қазақ жерін 19 ғасырдан кейін, 17 ғасырдың ортасынан бастап, 18 ғасырлар, 18 ғасырдың ортасы, 19 ғасыр, тіпті 20 ғасырға дейін орыс ғалымдар өте қатты зерттеген. Байлығымызды болсын, табиғатымызды болсын, халқымызды болсын, барынша зерттеуге тырысқан, иә. Тіпті мына ұлттық идеологияны бұзуға да қатты атсалысқанда туралы айтылады. Жалпы енді айтылғаны керек, оның іс жүзінде көрініп жүр ғой, тіпті әлі күнге шейін шала қазақша сөйлейтін өзімізден де бар, орысшаны қосып қойып айыра береміз. Жақсы, кеттік. Енді бұл кісінің қандай еңбектері бар? Енді Тянь-Шаньды зерттеуі ең басты себебі атының артына қосып бергендей, және Ыстықкөл жағасына сапар шеккен, жалпы ең негізгі зерттеген аумағы осы тау ғой. Тянь-Шань тауы, иә. Тянь-Шань тауы Қазақстанның ең биік нүктесі. Жақсы. Одан кейін болды, сұрақтың тікелей жауабы, сонымен 19 сұрақтың дұрыс жауабы бізде Алексей Левшин болады екенді. Жақсы, осымен сұрағымызды аяқтаймыз. Егер сіздерде сұрақтар болса, комментария қалдырып кетіңіздер. Байланыс нөмірлері бүкіл көрсетілген, жазуларыңызға болады.